Не бұл желдер Алла Тағаланың ісі. Аллах Тағала тарапынан жіберіледі желдер. Көбіне рахым ретінде жіберіледі. Кейде азап ретінде жіберіледі. Дауылдар кез келген жердің бетінде жаңа бір қатты жел тұрса, егер өзіңіз бір байқап қалсақ, біз құрметті жамағат, бір қатты дауыл кейде байқайсыз бір ысқыратын желдер болады. Сол аяты Алла Тағаланың, түсіңіз ба? Қорық деген аяты. Қорық деген аяты да. Қорықта барып, сәждеге барып, жылап алуыңа мүмкіндік жасап атырық дейді сенің. Көрдіңіз ба? Барып, жылап алуыңа, қорқып алуыңа мүмкіндік жасап атырық. Алланың аяты. Бұршаққа дейін Алла Тағаланың аяты. Бұршақ. Мына бұлттардың өзіне қарайтын болсаңыздар, Алла Тағала, біз жалпы енді астынан көреміз ғой бұны. Бірақ Құран үстінен де көрсетіп атыр бізге оны. وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ Біз аспаннан түсіреміз дейді. Мен жибәрин аспандағы таудан дейді. Тау деген бұлттар жаңағы. Таудай үлкен болады екен бұл. Бұл бір түр екен. Бұл жаңбыр әкелмейді екен ол бұлт. Мен барадин бұршақ әкеледі дейді. Іші толған бұршақ. Тау деп атап атыр да. Сол аспандағы бұлт болып қалыптасқан таудан дейді. Жаңағы тау болып қалыптасқан бұлттан ішінде бұршақтары бар. Соны түсіреміз дейді біз. Сосын аятына қараңыз, ары қарай фаюсибу бихи ман яша. Кімді қаласам соның басына түсірем дейді. Бұршақ. Үлкен әртүрлі дәрежеде келеді ол. Көліктің терезесін ұрып тастайды мысалы. Шағып тастайды да. Болды. Еш нәрсе айтамайсың Алла Тағалаға. Міне. Сумма ла тажиду. Қараңыздар. Лакум алайна бихи табиға. Сосын сендердің хақларыңа болысып, бізбен таласатын ешкім болмайды дейді, қараңыздар. Мен оны істеген кезде дейді. Сөйтіп жаңағы бұршақпен кімді көздесем соған тигізем дейді. Ваясрифу амма яша. Кімнен қаласа одан әрі алып кетем дейді. Қараңыздаршы қандай. Одан әрі алып кетем дейді. Якаду сана барқихи ясхабу бил абсар. Ана найзағай ұрған кезде дейді, көріп тұрсыңдар ғой дейді. Көзді жұлып әкете жаздайды дейді олар. Ваюрсилу сауаиқа. Қараңыздар. Жайларды жібереді деп атыр, қараңыздар. Жай. Жайларды жібереді. Фаюсибу бихи ман яша. Кімді қаласа соған түсіреді дейді ол жайды. Еш нәрсе өзінен өзі, мысалы, сондай бір оқиғалар болып, жай түсіп өліп қапты деген нәрседе де ол жай нәрсе емес ол. Еш нәрсе өзінен өзі болып атқан нәрсе емес. Дәлденген нәрсе ғана тиеді. Тимеген нәрсе қаламаған. Біз осындай найзағайларды жібереміз кейде, бұршақтарды жібереміз. Найзағайды көрсетеміз. Не үшін көрсетеміз дегенде, ол сендерге найзағайды көрсетеді дейді кейде. Оны өте жақын көрсетпейді бізге. Анау айдаладағын, сөз ба? Жақын көрсетпейді рақымды өйткені. Ананың даусын көтеру мүмкін емес, дәл қасымызға келетін болса. Кейде бір естіліп қалады ғой, байқайсыздар, тарс ете қалған. Өте сирек кездеседі. Анау айдалада тұрады ол. Сондай қашықта жарқылдайды, ақырын бір даусы жетеді бізге. Біраз жаңағы, анау жарқылдағаннан кейін, бір минуттан кейін келеді даусы. Ойлың қараңыз қандай нәрсе. Осындай нәрселерді біз көрсетеміз сендерге. Хауфан ва томаған. Бірінші орында үрей салғым келеді дейді. Раббым деп, сақташы бізді Раббым деп үрей салғым келеді дейді. Сосын сол үрей салғандарға үміт бергім келеді дейді. Қорқып, үміттену осы екі ортада жүрулерің үшін сол нәрселерді жіберіп тұрам, көрсетіп тұрам дейді сендерге. Ва юсаббиху ар-раъду бихамди.
Күркүр деген нәрсе бар ғой, күннің күркүрі. Күннің күркүрі ол сендер ойлағандай құр гром, жаңағы күн күркүр деген нәрсе емес дейді ол. Ол күркүр дейді. Юсаббиху бихамди роббихи. Ол күркүр Алла тағаланы дәріптеп атыр дейді. Қараңыз қалай келтірген. Раббысын мақтап дәріптеп атқан күркүр дейді ол. Оның тасбихы сондай. Вал малаикату мин хифати. Періштелер кез келген Алла тағаланың несінен қорқады, Алла тағаладан. Жаңа күркүрмен байланыстырады періштелердің қорқуларын. Жауапты періштелер бар сол жерде мысалы. Вал малаикату мин хифатихи. Періштелер де дәріптей жөнеледі Раббыларын дейді сот. Қараңызшы. Мин хифатихи, қорыққандықтан. Ва юрсилу савағиқа. Найзағайларды жібереді. Фа юсибу бихи ман яша. Қалаған құлына дәл тигізеді дейді оны. Сол нәрселер болып жатқанда еш ойланбастан вахум южадилуна филла. Бұлар болса Алла жайында таласып жүр дейді. Қараңыздар. Алла құдіретін көрсетіп жатса, ол әлі Аллада күмәнданып жүр дейді.